Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге Дамды ас каналы. Бүгін шайға осындай сочники дайындаймыз. Бізге керегі 10 жұмыртқа, май керек. Енді майымызды 150 грамм майымызды 4 стакан ұнымызға араластырып аламыз. Әбден май мен ұнды екеуі бірігіп, жаңағыдай ұн сияқты уатылып тұрғанға дейін араластырамыз. Үстінен қопсытқышымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. 1 стакан сахарымызды салып араластырамыз. Әбден араластыру қажет болады. Араластырып болған соң жұмыртқаның 2 сарысын саламыз. 2 жұмыртқаның сарысын саламыз. Үстінен 3 ас қасық толтырып қаймақ салдым. Енді бәрін басын біріктіріп қамыр илейміз. Бұл қамыр сондай иін қандырып не алатын қамыр емес. Басын біріктіріп қоя салсақ болды. Жылдам жасалынады. Басы осындай бірігеді. Осылайша тез жылдам басын біріктіріп холодильникке қойып қойсаңыздар болады. Енді творогымызды начинка дайындаймыз. Мен творогым сәл қышқылдау болғандықтан 1 стакан шекер салдым. Кішкене ғана разрыхитель салдым. Әбден араластырып творогымызды дайын болды. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Осылайша 2 бөлікке бөліп алып, қамырымызды жаямыз. Қамыр өте жұмсақ, сондай нәзік, әдемі. Тек қана жұмыртқаның сарысын қосып жасаймыз. Ағын қоспаймыз. Ағын қоссақ кәдімгідей қамыр жаңағыдай тамаққа қамыр илегендей болып кетеді. Сондықтан бізге шашылып, ұнтақ болып тұру үшін осындай тек қана жұмыртқаның сарысымен жасаймыз. Қамырдың қалғанын басын біріктіріп қойып қоямыз. Оны тастауға болмайды, бізге қажет. Творогымызды салып, осылай 2-ге бүктейміз. Әрине басында творогымыз көрініп тұруы қажет. Осылай. Бәрін толық жапсаңыздар болады, бірақ мен осылай жақпай, творогым көрініп тұрсын деп осылай жасап жатырмын. Барлығын осылай жасап шығамыз. Құрметті көрермендер, осы видео рецепт тағы да көптеген адамдарға көрініп тұру үшін өздеріңіздің қолдауларыңыз өте қажет. Видеоға тегін лайктарыңызды басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар екен. Менімен бірге болыңыздар. Алдын ала рахмет сіздерге. Қалған қамырымыздың бәрін шайып, сочнигімізді түйіп дайындап шығамыз. Сочнигіміз піскен кезде уатылып, сондай тамаша болады. Дайын сочниктерімізді противенге саламыз. Мен пергамент қағазын төседім. Сіздер төсесеңіздер, төсемесеңіздер де болады. Осылай бір жұмыртқамыз жары жіберіп, теттай сүт құйып, осылайша бетін жұмыртқамен жағып шығамыз. Енді алдын ала қызып тұрған пешімізге 180 градуста қызып тұрған 30 минутқа қойсақ болады. Әркімнің пеші әрқалай, сондықтан өз пештеріңізге қарай қоясыздар. Сочнигіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге Дамды ас каналы.